Қазіргі мұсылман бауырлардың өзінің ішінде осы сұрақ өте жиі қойылады. Қияметте алуға бола ма ақысын деген сияқты. Я болмаса бір мұсылман екінші бір мұсылман ренжітіп қойып жатса, өзімізде талай көзіміз көрді, ертең мен сені қияметте алам дейді. Бұл мен айтар едім, мұсылман адам үшін жер бетіндегі ең ауыр сөз деп. Өйткені қиямет күні ол ана өзінің баласынан қашатын күн, сәбидің шашы ағаратын күн. Алла тағала қандай қылып суреттейді қияметтің қиыншылығын. Ал енді сен біреуден хақыңды алатын болсаң, сенен де хақысын алатын мыңдаған адамдар тұрады. Өйткені сен пендесің, мына дүниеде хақысына кіріп қойдың, оны өзің ұмытып кеттің. Ал енді Құдай тағала сені кешірем деп тұрса, пайғамбар өзінің басына қойдың қарын төккен, түйенің боғын төккен, адамдарды кешіріп жіберіп жатса, сен неге кешірмеске? Керісінше дұға қылу керек, ертең қиямет күні есепсіз жәннатқа кіретін мұсылмандар болады деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Солардың қатарында болып жәннатқа кірейік деп қайта кешірімді болу керек. Жәннатпен сүйіншіленген сахаба жүрегінде ешқандай кек сақтамайтын сахаба болды. Ал бұл сөзді мұсылманға айту ол өте ауыр. Адам сезіне білген адамға ол жай айта салмау керек ол нәрсені. Ол сөзді мұсылманға қолданбайтын сөз. Мына сираны оқып отырсаң да, пайғамбардың хадисін оқысаң да, кешірім жайында өте көп хадистер бар. Кешірім жайында, Алла тағаланың мейірімі жайында. Ал енді сахабалардың өмірбаянынан алсақ та, олар бір-біріне бұл сөзді айтпаған ешқашан. Керісінше бұл дінсізге қолданылатын сөз. Омар ибн Хаттабтың баласын бір яхуди әйел жаңағы үйіне көмекке шақырып, жаңағы мас қылатын су беріп, мас қылып, сонымен зина істейді. Сонда жаңағы яхуди әйел Омар ибн Хаттабқа келіп айтады ғой, Омар, сен осы өңірдегі ең әділ адамсың дейді. Сол кезде Омар ибн Хаттаб не болып қалды дейді. Сонда яхудидің айтқаны, өзіңнің балаң зина істесе сен не істер едің дейді. Омар ибн Хаттаб, менің балам зина істесе дүре соғар едім дейді. Ендеше сенің балаңды шақырт осы жерге дейді. Шақыртып келген кезде баласының басы төмен қарап тұрады. Төмен салбырап. Омар айтады, не болды айт дейді. Сонда баласы айтады, әке, мына әйел мені үйіне шақырды бір нәрсеге көмекке. Сонда мені бір сусын берді, соның ішінде мас болып қалдым. Есімді жисам осы әйелдің қасында жатырмын дейді. Сонда ана яхуди әйел тұрып айтады, ендеше әділ болатын болсаң жазасын бер, дүреңді соқ дейді. Сонда ана әйелді тұрғызып қойып Омар ибн Хаттаб баласына дүре соқтыртады. Сонда дүрені соғып атқан кезде 80 дүреден кейін Омардың баласы қайтыс болады. Дүреден өтіп кетеді. Сонда Омар ибн Хаттаб дүре соғып тұрған кісіге айтады, тағы да 20 дүресін қалдырма, соқ дейді. Ана кісінің жүрегі дауылмайды соғуға, өліп қалған адамға. Сонда Омар ибн Хаттаб өзінің қолына жаңа дүрені алады да, баласының арқасына 20 дүрені жылап тұрып соғады. Балапаным, сен мені кешір, ақыретке сенің хақың қалып кетпесін дейді. Қараңыз, мен сол үшін соғып жатырмын, мен сені жек көргендігімнен соғып жатқан жоқпын дейді. Сондықтан бұлай айту жер бетіндегі ең ауыр сөз мұсылман үшін. Ешқандай мұсылман олай айтпау керек, менің спискім бар, түзіп жүрмін деген сияқты. Онда сен де біреудің спискісіне кіріп кетесің ертең. Қараңыз. Сондықтан бұл мұсылман адамға айтылмайтын сөз, керісінше дінсіз адамға айтылатын сөз. Сондықтан да айту керек, дұға қылу керек Алла тағаладан. Ертең қиямет күні есепсіз жәннатқа кіретіндердің қатарынан ете, Раббым, мені елдің көзінше ертең шарманда қылма деп Құдай тағаладан дұға қылу керек. Алла тағала баршамыздың ақыретіміз қайырлысын, ол Алла тағала кешірімді. Сондықтан да бұндай сөз мұсылман бауырлар ешқашан айтуға болмайды.